Кезекті лекциямыздың тақырыбы Қазақстан тарихы пәні бойынша оқу жұмысын ұйымдастыру формасы. Қазақстан тарихы пәні бойынша оқу жұмысын ұйымдастыру формасы бұл мұғалім мен оқушылар арасындағы өзара әрекетті ұйымдастыру жолдары. Бұл формалар оқу мақсаттарына жетуді, тарихи білімді меңгертуді, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруды көздейді. Мақсатына, оқушылардың жас ерекшеліктеріне және білім беру ордасының талаптарына қарай әртүрлі сипатта жүзеге асырылатын педагогикалық іс-әрекеттердің жиынтығы. Төменде осы оқу жұмысының формалары жан-жақты әрі кеңінен сипатталынып берілген. Мысалға, дәстүрлі оқу жұмысын ұйымдастыру формалары. Сабақ формасы. Сабақ оқу процесінің негізгі және ең кең тараған формасы. Сабақ барысында мұғалім мен оқушы арасында тікелей байланыс орнайды. Сабақ түрлері. Жаңа білім беру сабағы. Оқушыларға жаңа тарихи ұғымдар, оқиғалар мен процестер түсіндіріледі. Білімді бекіту сабағы. Үйренілген материалды терең меңгеру үшін тапсырмалар мен жаттығулар орындалады. Білімді тексеру сабағы. Тест, сұрақ-жауап, карточкалар арқылы оқушылардың білім деңгейі анықталады. Аралас сабақ. Жаңа білім беру мен оны бекіту элементтері біріктіріледі. Қайталау сабағы. Бұрын өтілген және материалды жүйелеу және қорытындылау сабағы. Сыныптық сабақтық форма. Ең кең тараған форма белгілі бір уақыт пен кеңістікте ұйымдастырылады. Сабақ құрылымы. Кіріспе, жаңа тақырып бекіту, бағалау түрінде өтеді. Талдау сабағы. Жоғарғы сыныптарға арналған. Мақсаты күрделі тарихи материалдарды жүйелі баяндау, дерек пен ғылыми тілде жұмыс. Лекция және баяндама жоғарғы сынып оқушыларына арналған. Мұғалім немесе оқушы тарихи тақырыпты терең құрылымды түрде баяндайды. Тарихи факт, себеп-салдар, дереккөздер көрсетіледі. Семинар сабақтары оқушылардың дайындалып келген баяндамаларын тыңдап, пікір алмасуы арқылы білімдерін кеңейтеді. Практикалық сабақтар тарихи құжаттарды талдау, картамен жұмыс, хронологиялық кесте құру, терминдермен жұмыс жүргізіледі. Келесі бейресми және интерактивті формадағы сабақтар. Практикалық сабақтар құжатпен, картамен, кестемен, тарихи есеппен жұмыс жасайды. Жағдаятты талдау, шешім қабылдау, саяхат сабақ, экскурсия, мұражайға, тарихи ескерткішке бару, тақырыппен байланыстырылған нақты тәжірибе. Интеграциялық сабақтар, әдебиет, география, құқық пәндерімен біріктірілген, мысалы абай дәуірі, әдебиет пен тарих байланысы. Сахналық рөлдік сабақтар, тарихи қойылым, тұлғалармен сұхбат, сот процесі, тағы басқа. Оқушы тарихи кезеңнен ішіне енеді. Келесі бізде цифрлық және заманауи форматтағы оқу формалары. Онлайн қашықтықтан сабақ өтеді, яғни Zoom, Google Meet арқылы. Цифрлық ресурстар Padlet, Jamboard, Google Forms, WebQuest, цифрлық жобалар, интернетті пайдалану арқылы тарихи ізденіс. Оқушы шағын зерттеу жұмысын жүргізіп, нәтижесін ұсынады. Интерактивтік сабақтарға, яғни интерактивтік әдістер оқушылардың белсенділігін арттыруға бағытталған. Мысалы, ой қозғау, блиц сұрақ, тарихи домино сияқты ойын элементтері бар. Топтық, жұптық жұмыстарды жасай алады. Дебаттар мен пікірталастар тарихи оқиғаларға байланысты көзқарастарды талдау және салыстырады. Ақпараттық коммуникациялық технологиялармен сабақ өткізу, бағанағы айтып кеткендей, мультимедиалық презентациялармен жұмыс, электронды оқулықтарды пайдалану, YouTube видеолар, анимациялар арқылы тарихи көріністерді көрсету. Рөлдік және іскерлік ойындарға мысал келтірсек, тарихи сот, пресс-конференция, ұлы хандар кеңесі сияқты сценарийлік ойындар. Бұл формалар оқушылардың тарихи оқиғаға енуін, сыни ойлауын және шығармашылық қабілетін дамытады. Ұйымдастыру формасының түрлері бойынша жүктеу. Мысалға, жеке түрге әр оқушының өз бетімен жұмыс істеуі, эссе, жоба, дерек талдауларды жатқызамыз. Жұптық, екі оқушының ынтымақтастықта жұмыс жасауы. Топтық, топпен тапсырма орындау, постер, дебат, салыстыру кестесі. Ұжымдық, яғни фронталды жобалар, бұл мұғалімнің басшылығымен бар сыныппен жұмыс. Тарихи кештер, викториналар, байқаулар ұйымдастыру, мерекелік іс-шаралар, тәуелсіздік күні, республика күні, алаш қозғалысына арналған күндерді жатқыза аламыз. Зерттеу және жоба жұмыстары, белгілі бір тарихи тақырып бойынша ғылыми жоба дайындау, рефераттар мен баяндамалар жазу, архивтерден, интернеттен тарихи деректерді жинау және сараптау, жергілікті тарихи өлкетану музейлеріне, ескерткіштерге, тарихи орындарға бару, ұлы тұлғаларға арналған кештер немесе олардың туған жерлеріне сапар жүргізу.
Қорытындылай келе, Қазақстан тарихын оқытуда оқу жұмысын ұйымдастырудың формаларын түрлендіру, оқушылардың пәнге қызығушылығын оятып, тарихи санасын, зерттеушілік дағдысын, сыни ойлау қабілетін дамытуға жол ашады. Мұғалім сабақта оқушының жас ерекшелігіне, тақырыптың мазмұнына және оқу мақсатына сай тиімді ұйымдастыру формасын таңдауды қажет етеді. Оқушылардың жеке қабілетіне қарай оқу формасын таңдау маңызды. Бұл жағдайда жеке оқу тапсырмалары мен маршруттар, деңгейлік тапсырмалар, яғни оңай, орташа, күрделі, дарынды оқушылармен жеке жұмыс, олимпиадаларға, конференцияларға дайындау жатады. Қазақстан тарихын оқытуда оқу жұмысын ұйымдастыру формаларын түрлендіру, оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырады, тарихи ойлау мен елжандылық сезімін қалыптастырады. Әр форма оқытушының шеберлігі мен шығармашылығына байланысты мазмұнды және әсерлі болуы мүмкін. Назарларыңызға рахмет.